Иә, қалай басталып еді өзі сол бір ауыр оқиға. Шетсіз шексіз кең жазираны ирелеңдей қуалаған тас жолдың түбі жуыр маңда көрінер емес. Таң қараңғысынан ерте шыққан жолаушылар бастары бұлғақтап қалжырай бастады. Көпшілігі бір-біріне сүйеніп мызғып отыр. Көздеріне ұйқы тығыла бергенімен Мәзімнің жұрт құсап тынығатын жағдайы жоқ. Бар ықыласы ірге жағына ала отырған шешесінде. Есінен ауысып көтеріліп ауырған адамға сенім бар ма? Кез келген сәтте жолаушылардың берекесін алатын оқыс қылықты одағайлап шығара қоюы әбден мүмкін. Ең бірінші міндет соған сақ болуы керек. Автобус ала жөнелген азандағы алғашқы сәтте бәленбай тосын мінез таныта қоймаған. Бет алды лағып, екілене сөйлеп кеткен бірер сағаттан соң. Әлдекімдерге тіл тигізе айғайлап, өзінен өзі көтеріліп отырған адам бір көліктің үстіндегі жұрттың назарын қалай аудармай тұрсын. Мұндайда Мәзімнің қолында беріп тыныштандыра қоятын дәрі де жоқ. Әйтеуір әке көкелеп жүріп әрең басқан болады. Бір рет еліріп есікке қарай ұмтылғанда баланың жаны қатты қысылды. Бір жағы сынаған көзбен тапжылмастан самсай қарап отырған жұрттан қысылып өліп барады. Анасының ақылға сыймас ерсі қылығы, естіген құлақ еріксіз қызаратын ұятты сөздері, қара жердің тесігі болса кіріп-ақ кететін жағдай. Қырсық деген мұндайда қоса қабаттасып аяққа оратылып жүрмей ме? Таңертең анасын жетектеп автостанцияға келе жатқанда, Құдай, алдымнан таныс ешкімді жолықтыра көрмеші деп іштей жалбарынған. Өзі онша сене қоймайтын Алла тағаланың атын аузына алып жаратушы жарықтан қатты өтінген. Әсіресе арыз-күл кездесіп қалмаса екен деп тілеген. Ол жолықса таза өлім ғой. Әйтеуір сәтін салғанда тілегенін қабыл болды. Тек автобусқа мінгеннен кейін ғана байқады. Арыскүл болмаса да сол Арыскүлдің үйіне келіп-кетіп жүретін бір апайды аңғарып қалғаны. Өзі танығанымен апайдың бұны тани қоймауы ықтимал. Сондай үмітпен анасын терезе жаққа ала белгіленген орынға келіп жайғасты. Анасы әлтінде бір құсар қашу шақырып айналасының берекесін алып кеткен кезде сасқанынан көз астымен сол апай жаққа да бір қараған. Әрине басқалар сияқты ол кісінің де бар назары осылар отырған тұста еді. Шешей сабасына түсіңкіреп мағынасыз айқай саябырлағаннан кейін арттағы біреулердің күбірлей сөйлесіп отырғанын аңғарды. Еміс-еміс естігендері өзіне қатысты екені күмәнсіз. Екпіндей сөйлеген сөзшең әйел өткен жылы қайтыс болған Нұрхан ақсақал бар емес пе? Ұмытып қалдың ба? Ауылдың шетінде тұратын қара шал. Өзі ұзақ ауырған жоқ, дейді даусын онша бәсеңсіте қоймай. Е, ол шал немене? Деген жуастау үн егделеу еркек адамдікі. Қалай ұқпайсың? Сол шалдың кемпірі деймін. Сол шалы қайтпай-ақ көтеріліп ауырып жүрген. Әңгіме әрине өздері жайлы. Беті ду ете түскен Мәзім мойнын ішіне тығып алып бүкшеген күйі сіресті де қалды. Анасының қолын сыртынан сипалай беруді ғана біледі. Мына сөздерді естісімен тағы жұлқынып айғайлап шыға келмесе екен деген оймен өзінше далбасалап тыныштандырған түрі. Әй, ол кісінің кемпірі ана жылы көргенімде сау сияқты еді ғой. Не болды екен, ә? Қайдам, Семей жақтағы төркіндеріне барып келгеннен кейін осындай болыпты. Төркіні Семей жақтан ба еді бұл кісінің? Иә, сол жақтан екен. Онда белгілі болды. Баяғы бомба сынағының әсер еткені ғой. Сол сөйткен. Ана бір жылы төркініне кетіп қалып келмей қалғанда Нұрхан іздеп барып жүретін. Өзі ауырмай тұрғанда да есі кіресілі шығасылы адам еді. Ақыры мынадай болыпты ғой бейшара. Апырай, бұл кісі шал өліп қалған соң тағы да Семей жаққа бара жатқан шығар. Қарасатын ешкімі бар ма еді өзінің? Мына түрімен бұл да өліп қалады ғой бір жерде. Қайдам, қасында мына бір бала отыр. Нұрханнан басқа тұяқ жоқ, бір бала қалды деп еді. Сол баяғы осы шығар, сұрашы өзінен. Мәзім желке тұсына әлдекімнің жылы демі жанасқанын анық сезінді. Мойнын ішіне қанша тыққанмен әрі қарай жасырынып қай қуысқа кірмек. Бала, әй балам, деді құлақ түбіндегі әйел даусы. Естімеген жандай болып сіресіп қайтып отырарсың. Ау, сен кімнің баласысың осы? Нұрханның. Бәсе, өзімде біліп едім, мына кісі шешен ғой. Манадан бері жұрттың берекесін алып отырған жында елді. Иә, шешем, деп айтып салуға аузы бармағандай. Арланып-ақ отыр. Шіркін, Мәзімнің анасы да көптеген шешелер секілді жай ғана әйел болса ғой. Мейлі, тіпті олпы-солпы киінген салақ адам болса да, ажырсыз нашар адам болса да. Амал не, осынау қаршадай жалғыз балаға жай ғана қарапайым шешені тағдыр бұйыртпапты. Мәзімнің қатты қысылғандықтан үндей алмай қалғанын арттағы ел сезбеді ме, немене? Әңгімелесін ары қарай сабақтай түсті.
Бір сөзін ұқса бір сөзін ұқпайды. Құлағында ызыңдап тұрған аса қолайсыз тағы бір жағдайы. Бүгін сапардың мына апай арқылы Арыскүлдің құлағына барып тиетіндігі. Ал Арыскүл дегеніміз жанары нұрланып тұратын сұрша бойжеткен. Мүсіні тіп-тік, аяқ басысы дік-дік. Әсем қыздың мінезі біртүрлі ұялшақтау. Өзі тіпті аз сөйлейді. Міне, осы қалпында-ақ Мәзімнің жас жүрегіне қатты әсер етеді. Қатты әсер ететіні соншалық, оның сүйкімді келбетін анасының ауыр уайымы да ұмыттыра алмайтын еді. Шіркін, апам жайлы мүлде естімей-ақ қойса, деп қаншама рет қиялдады. Амал не? Ақыры құлағына жететін болды. Сыпсың сөзге қалай тоқтау саларын тағы білмейді. Күнде талыға еңкейіп, жол соққан жолаушылар қалжай бастаған бір уақытта Мәзім автобусты тоқтатты. Сонан алақ-жұлақ еткен шешесін жетектеп есікке қарай беттеді. Жан-жақтан самсай қалған көздер мен ызғары салқын сыпсың сөздерді де бүкіл тұла бойымен сезініп-ақ келеді. Дәл қазіргі мақсаты тезірек сытылып шығып жерге түсу. Жұрттың дабыры енді айқын естіліп жатыр. Әй, мына бала ана жынды елді қайда апарады? Жынды кемпір шешесі екен ғой. Мына Қанайға апаратын шығар. Ой, брай, айдаладан ол Қанайға қалай жетеді? Әй, байғұс балай. Ауру адамды балаға жетектетіп жібергені несі? Машинамен апару керек қой. Туысқандарында да ес жоқ. Мезгіл мамыр айының аяқ шені. Көк майсаға бөленген дала қызылды-жасылды болып құлпырып тұр. Еркелей ескен нәзік самал көктемнің көкірек ашар жұпар иісін танауға желпиді. Көкпеңбек аспанның әр жерінде шырылдаған бозторғай үні мынау мөлдіреген әсем табиғаттың әрін келтіріп айналаны одан жаман құлпыртып жібергендей. Бұлардың түсіп қалған жері жатағандау қырқалардың арасы, қалаға апарар күре жолдың бойындағы жол айрығы. Сонау алыстан көрінген шошақтау бір қарасаң қол созымдай ақ жер. Әу баста көздеп шыққан мекен сол таудың бауырында. Әйтеуір бір көлік кездесер деген далбаса үмітте баяғы. Жан дүниесі дертті болса да шешейге мынау көктемгі саф табиғат, жас төлдің көзіндей мөлдір тіршілік бір сәт болса да әсер еткен сыңайлы. Айналаға үлкендеу көздерін сығырайта қарап тұрды да анадай жерге барып жалп етіп отыра кетті. Өзі кембағал адамда қай бір дұрыс киім болсын, бірақ Мәзім 2 күн бойы бір киер киімін жуып үтіктеп өзінше жолға дайындаған. Сондықтан да олпы-солпы ескілеу болғанмен шешейдің үстіндегі киімдері таза еді. Жалп етіп отыра қалған кейуана шөптерді сипалай жұлып өзінше беталды сөйлеп қояды. Сәлден кейін басындағы жаулығын алып жұлған шөптерін соған теріп сала бастады. Құлпырған көктемгі қыр жасөспірім ұлдың жүрегін дүрсілдетіп, көңілін жүржірлеп әлдеқайда шақырғандай. Шіркін-ай, гүлге бөккен анау жасыл майсаны кешіп, ана қырқалармен жүгіре жөнелсе ғой. Жалғыз емес, Арыскүл екеуі қол ұстаса жүгірсе, жүгіре-жүгіре келіп, көк майсаның үстіне алысып ойнаса, бір-біріне күлімдей қараса. Ол қызға ең бір тәтті сөздерін айтса, сонан екеуі қол ұстасып, бәлкім құшақтасып тұрып, бір керемет ән шырқаса. Ынтызар жас жүректер табиғат ортасында осылайша бір нәзік іңкәрлікпен құштарлықпен табысса. Бір кезде қараса, қиял жетегімен өзі де жол бойынан алыстап кетіпті. Көлік тосып отырғандары еске түсіп кейін бұрылды. Шөптерді жұлып алып өзінен өзі күбірлеп сөйлеп жүрген шешесі, жаңағы тәтті қиялын су сепкендей етіп керағар көрініс. Жұқа еріндерін тістене жымқырып алғанымен ар жағынан лықсып жеткен ауыр сезімге бұдан әрі тосқауыл қоя алған жоқ. Екі көзін сел басып кетті. Әлгі көгілдір әсем дүние лезде ауыр селдің астында қалып бара жатты. Тістеніп алып қанша дыбыс шығарғысы келмесе де көкіректен қыстығып, сыртқа ұмтылған өксік бүкіл тұла бойын селкілдетіп ала бара жатыр. Ауыр сезімнің әсері ырық бермей ала жөнелген. Сонан ен даладағы жол айрығында тұрып үн шығармастан шерін тарқата ұзақ жылаған. Жалғыз баласының қызығын көре алмай өмірден өтіп кеткен әкесі. Ол кісінің көзі тірісінде ауруға шалдығып өзіне аманат болып қалған бейшара шешесі. Әлі мектеп бітірмей жатып, уайым арқалап қалған өзі. Сол уайымнан бірге бір үлкен аяушылық сезімі де жан қинайтын сияқты. Әкесін, шешесін, сосын өзін аяп жас жүрегі олжи елжірейді. Іші әбден тазарғанша таусыла өксіді. Сонан көліктен көлікке отырып Қанай ауылына да жетті-ау. Бұл уақытта қызара еңкейген күн тау тасасына ілігіп қалған. Оның сәулелері теңіз жағасындағы маяктай шошақ шыңдарынан сыртынан жолақ-жолақ болып жан-жаққа шашырайды. Тау баурайына созалаңдай орналасқан ауылдың бір шетіндегі аялдамаға келіп автобуста тоқтады. Ауыл үйлері анадай жерде шашылып жатыр. Мәзім шешесін жетектеп, солай қарай жылжи беріп еді. Алдынан 3-4 адамның шыға келгені. Әлі мектеп жасындағы өзі қатарлас жасөспірімдер.
Ал, қанекей, үрлеші бетіме, деді біреуі аяқ астынан көлденеңдей төніп келіп. Сасып қалған Мәзім кері бұрылып балаларды орағыта жүргісі келді. Жоқ, жіберер емес. Бұлардың қасақана ұрынып шатақ іздеп тұрғаны беп-белгілі. Ақшаң бар ма? Деді екінші біреуі. Мәзім үндемей тұрып қалып еді, екіншісі бүйірінен нығырта нұқып жіберді. Енді шындықты айтып құтылуға тырысқаннан басқа амал жоқ. Мәзім өздерінің алыс ауылдан шыққандарын, шешей ауру екенін, орындағы емдеу орнына келгендерін баяндай бастап еді, алғашқысы сөзді шорт үзді. Сен маған ертек айтпа, деді ол орысша дікілдеп. Әкел ақшаңды. Шешем ауру еді. Қорықпа, ауру кісіні өлтіре салу тіпті жеңіл, бірақ артынан алдымен сенімен айналысуға тура келеді. Жан-жағына жалтақтай қараған Мәзімнің көзіне анадай жерде кетіп бара жатқан бір-екі әйелден басқа ешкім түсе қоймады. Айғайлап шақырса, қой, ұят-ау. Бұзық балалардың жүздері тіпті ызғарлақ. Мәзім қалтасына қол салғаннан басқа амал таба алмады. Өздеріне бұйырғаны шешесінің ішкі қалтасына салынған азағана ақша. Біреуге бірдеңе деп оттайтын болсаң, қайтарда ұстап ап соямыз, деді төртеудің ішіндегі гүжілдеп тұрғаны. Әрине, жас тонаушылардың атаманы осы. Сонан не керек? Бас амандығын қалтасындағы азғана ақшасына сатып алған бала анасын жетектеп ауруханаға бет алды. Адамның іші ашитыны діттеген жерлеріне келіп тұрып тоналып қалғаны болды. Ауру анамның тұрғанына қарамады-ау, деді бала іштей күйзеліп. Шағын ауылдың атын жұртқа әйгілеп тұрған облыстық деңгейдегі жеке аурулары ауруханасын тауып алу әрине қиынға түсе қойған жоқ. Бүгін кешігіп қалдыңдар, деп шешейді кезекшілер қабылдамады. Сонау, ит өлген жерден жалғыз өзің әкелдің бе? Дейді әртүрлі сенбеген кейіппен. Сонан баланың жайын түсінген аурухана кезекшісі шешесі екеуін өз үйіне ертіп кетті. Сол күні әлгі мейірбан жанның үйіне қонып шықты. Бір ғажабы, өзінің көздеген мекеніне келгенін білгендіктен бекен, шешей бөтен үйдегі түнді тыныш өткізді. Әйтеуір әкелген қағаздары дұрыс екен. Ертеңгісін ауру кісіні емдеу орнының тез-ақ қабылдай қойғаны. Оның үстіне үйіне түнеткен медбике әйелде қол ұшын беріп жіберді. Осылай да осылай, жалғыз бала әкеп отыр екен. Қарай салар ешкімі жоқ көрінеді. Мектепті келесі жылы бітіреді екен, әкесі қайтыс болған, сабағынан да қалып қойғалы тұр деп басшыларға баяндаған. Міне, содан бергі анасының мекені осы. Анда-санда емделіп шығады да қайта түседі. Мәзім техникумда оқығалы бері осында. Шыққанмен күтер адамы да жоқ қой. Аларыскүл болса көрген түстей ғана. Қолын ұстамақ тұрғай қасына да жуи алған емес. Екеуінің арасы сөйтіп алыстай берді. Бірақ Мәзім техникумды бітірер жылы басқа бір бойжеткенмен тіл табысып үлгерген болатын. Студенттік дәуренде жиі өткізілетін жатақханадағы шағын отырыстардың бірінде танысты. Аралас-құраласы бар, жолдас жігіт Қабылдың туған күніне бейтаныс бойжеткендер де шақырылыпты. Әдепкіде бәленбай назар аудара қоймаған. Дастархан басындағылар бірер әнді айтып тастағаннан кейін барып мойны еріксіз бұрыла бастағанын сезді. Көрікті қыздар қай ортада да жетерлік қой, бірақ солардың бәрі жас жүректі қозғай бере ме? Мәзімнің көңілін еріксіз елтіп әкеткен бұл жолы қыздың өзі емес, қоңыраулау келген сезімтал үн еді. Қай әнді бастаса да тебіренісін тежей алмай беріле шырқайды екен. Мұндайда жұрттың үңіле қалатыны әсем үннің иесі болмай ма? Мәзім өйткен жоқ. Әуелі ұрланып қана көз тастады. Дөңгелек балғын жүзді аққұба қыз. Үлкен қоңырқай жанарлары сәл келтелеу мұрнына толық үйлесе де қоймайтын секілді. Бірақ бір көрген жанның көңілінде ұнасымды әсер қалдыратыны анық. Сезімтал қоңыр дауыс сәлден кейін өзінен өзі дараланып, жеке орындаушылық міндетін атқарып кетті. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп шырқағанда Мәзімнің тұла бойы шымыр ете түскендей болды. 20 жасар ғұмырында жүрегінің ең бір әлсіз тұсын бейтаныс бойжеткен әсем үнімен тағы тырнап өтті. Ауырта тырнады. Ес білгелі шешесі бетіне шіркеу болып келе жатқан бозөкпе, бозбала бәріне де өзі кінәлі жандай айналасына тіктеп қарай алмайтын. Жасық екенін жақсы түсінгенмен өзін-өзі жеңуге шамасы жететін кезі оқта-текте. Сөйтіп, көңіл талғамына тақаған талай қызбен жақындап, таныса алмай, өкініп қалған кездер қаншама. Бұл жолы тақала сөйлесіп үйлесе кетудің реті келді. Басқа жігіттерден үйренгенін істеп, сөз арасында әзіл жүгіртіп әлек. Көбінесе онысы сәтті де шыға қоймайтын секілді. Бірақ әйтеуір әнші қыз, қалипаш, баз біреулердей басын ала қашып кеудеге итерген жоқ. Кеш тарағаннан кейін Қабыл екеуі қалипаштарды таксиге мінгізіп жіберген. Сол түні жатақхананың серіппесі сетінеген төсегін сықырлата аунақшып талайға дейін ұйықтай салсашы.
Қыздың шаралы жылы жанары, дөңгелек жүзі көз алдында шырқ айналып тұрып алған, сезімге толы қоңыр үні де құлақ түбінде тұнып қалған секілді. Осылармен қабаттасып қоршаудың ішінде ғұмырын сарп қылып сарғайып жатқан анасы көз алдына кезек елестейді. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Басқа қыздардың ішінен Қалипаш жүрегіне неге соншалықты жақын болып қалды? Неге? Таң тез атса екен, ертең кездесуіміз керек. Қалайда кездесемін онымен, деді әбден талыққан жігіт ұйқы-ұйығына шым батып бара жатып.